менің қазақ күресім бүкіл дүниежүзіне жайылып, қазақ күресінің кім екенін дүниежүзіне танығанына. Әрине, мұның бәрі үлкен еңбек, жайдан жай емес. Бірақ менің ішім қынжылады әрине. Біздің қазақта мақалы бар. Ол дұрыс па, дұрыс емес білмеймін. Бізде бір қазанда екі қошқардың басы тимайды деген. Енді бұны бұл жерде айтуға да болмайды әрине. Бұл біздің азаматтарымыздың қателігі шығар мүмкін. Бірақ әлі де болса кеш емес. Барлығын ойлауымыз керек, ақылға салуымыз керек, еңбек етуіміз керек. Ешкімнің еңбегін ешкім жемеу керек, бәрін ақылға салу керек. Сондықтан да әрине бұл бәрі естілетін әңгіме. Ертеңгі жастарға біз немізбен үлгі боламыз. Немізбен біз осындай дәрежеге жеттікті мақтанамыз. Бұлайша айтсақ, өзіміз ұлтымызды алатын болсақ, менің олимпиада чемпионы болғалы 37 жыл өтті. Бірақ біздің күрестеріміздің арасынан әлі менен кейін бір қазақ ұлты, қазақ баласы жоқ. Мен соған қынжыламын. Сондықтан да бүгін мен келіп отырғаным да сол. Бәрімізде бірігіп, ақылға салып, шешетін әңгімелер әлі көп. Бірақ бәрібір қазақ күресі бүкіл дүниежүзіне таралу керек, жайылу керек, көрсетуіміз керек. Біздің еліміздің кім екен, біздің азаматтардың кім екен, халқымыздың кім екен, бәрімізде сол үшін еңбектеуіміз керек. Сондықтан да мен көп айтқым келіп отырған жоқ. Бірақ әлі алда талай күрес, талай әлі ақыл, талай әлі жеңіске жететін мәселелер көп. Сондықтан да біз жеңеміз деп ойлаймын. Осы ақылменен, осы үлкен күресті бүкіл дүниежүзіне жая берейік деп тілеймін. Ал ағайын қонақтар, сізге мыңда бір рахмет. Келгендеріңізге, біздің елдің бар екендігін, біздің президентіміздің бүкіл дүниежүзіндегі абыройын бәрімізде бірге сақтап, бірге жүріп, бірге ақылға салып, осы үлкен күресімізді дамыта берейік деп тілеймін. Рахмет сіздерге.